Бәріне сәлем, бүгін сіздерге осындай өте күшті трендтегі кожаный шоперді тігуді үйретемін. Бұл шопер сіздің гардеробыңыздағы ең стильді обновкалардың бірі болады. Ал енді бізге керек материалдар кусачка, қайшы, карандаш, және де осындай тефлоновая лапка, кожа тігуге арналған. Кез келген швейный фурнитура сататын жерде алсаңыздар болады, бағасы 500 теңге. Және де кез келген крем, оны жұмыс барысында не үшін керегін айтамын. Матаның түсіне сәйкес жіп, және де осындай 4-5 невидимка керек. Біз оны булавканың орнына қолданатын боламыз. Әрине, линейка. Ал матаға келетін болсақ, мен осындай мебельге арналған мата сататын жерден сатып алдым. Өте қатты. Бағасы 1 метрге 2000 теңге шықты, ал бізге бар жоғы жарты метр жетеді. Размерлері осындай, 38-86 сантиметр бізге прямоугольник керек, және де 2 деталь ручкасына, және де қалтасына. Прямоугольникті сгибпен, яғни қиып алыңыздар. Жұмысты бастамас бұрын лапканы ауыстырып аламыз, яғни күнделікті тігіп жүрген лапкамен біз кожа тіге алмаймыз, себебі кожаны жыртып дұрыс тікпейді. Ең алдымен шопердің ручкаларын тігіп шығамыз. Осылай ортасына қарай 2 бүктеп қосасыздар. Кейін невидимкамен қадаймыз. Кәдімгі матаға арналған булавкаларды қолдануға кеңес бермеймін, себебі кожаны жыртып тастайды. Енді қолдарыңызға осылай кремді жағып аласыздар. Осылай біртіндеп алып, матаға жағасыздар. Сол кезде лапкамен бір қалыпты тігіліп шығады. Яғни крем лапканың жұмысына көмектеседі. Көргендеріңізде лапка мен кремнің арқасында осындай әдемі шовтар шықты. Мен 2 детальді бірден тігіп алдым. Енді қалтасын тігем. 2 сантиметрге қайырып, 0,5 миллиметрде тігіп шығасыздар. Яғни видеодағыдай лапканың бойымен. Крем жағуды ұмытпаңыздар. Егер де осындай зигзаг қайшыларыңыз болса, матаның қыры әдемі көрінсін десеңіздер, сонымен қисаңыздар болады. Ал болмаса, осылай қалдыра беріңіздер. Міне дайын болды. Енді ішкі жағынан қайырып, 2 шетін тігіп шығамыз. Енді 3-ші деталіміздің 2 шетінен 7 сантиметрден сызып аламыз. Енді үстінен 1 сантиметр қайырасыздар, кейін сызыққа дейін тағы қайырып, невидимканың көмегімен барлығын қадап шығамыз. Ортасына ақырын жаңағы тіккен қалташамызды қоямыз. Екі шетін тігіп болғаннан кейін матаны осылай қайырасыздар. Ортасын тапқаннан кейін 6 сантиметр оңға, 6 сантиметр солға сызып алыңыздар. Енді жаңағы сызған сызықтың жанына ручкаларымызды қойып, тігіп шығамыз.
Шопердің сыртқы жағын бір-біріне біріктіріп, екі шетін тігіп шығамыз. Шоперіміз дайын болып қалды. Енді екі жағын қайырып, орташа температурада үстіне мата қойып, үтіктеп алсаңыздар болады. Егер де видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен қазақша контентті дамытқым келеді.